Ас қорыту жолы астың қоректік заттарға ыдырап, ағзаға сіңе отыра, ағза арқылы жүріп өтетін жолы. Ас қорытылу барысында ағзаға жақсы сіңу үшін ұсақ бөліктерге ыдырайды. Осы үдеріс ас қорыту деп аталады. Тамақтың құрамындағы қоректік заттар адамның бойына сіңіп, адам ағзасына энергия береді. Біздің ағзамыз әр асты әртүрлі қорытады. Бұл біршама уақытқа созылады. Мысалы, жеміс асқазанда жарты сағат қорытылса, ет бірнеше сағат қорытылады. Ас қорыту неден басталады? Ас қорыту үдерісі алдымен ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысына түскен ас бірден ыдырай бастайды. Асты шайнағанда сілекеймен ылғалданып, ас түйіршігіне айналады. Ал тіл оның дәмін сезуге көмектеседі. Ас түйіршігінің жұтқыншақ бұлшық еттері 2 не 3 секунд ішінде өңеш арқылы асқазанға жеткізеді. Ас асқазан сөлімен араласып, қоймалжың затқа айналады. Ас қорыту үдерісі ары қарай аш-ішекте жалғасады. Аш-ішекте ас қорыту шамамен 4 сағаттай қорытылып, қоректік заттар сіңіріліп, аш-ішектің қабырғалары арқылы құнарлы заттар қанға өтіп, барлық ағзаға таралады. Ал тоқ-ішекте басқа да қоректік заттар сіңіріледі. Тоқ-ішектің жұмысы өте ұзақ, онда ас 7-9 сағатта қорытылады. Қалған тығыз қалдықтар төмен қарай тік ішекке сырғып, сыртқа шығады.